Дүйсенкүл ханым, сіз осы біздің бизнесте жүргеніңізге 3 ай болды. Қазір директор статусындасыз. Сізге өнімдерден не айта аласыз? Қандай өнім сізге ұнады? Қандай өнімді пайдаландыңыз? Мен өнімден өзімнен бастадым, алдым. Сөйтіп өзімнен алып, жаңағы сисит болып ауырып, қатты ауырып жүрдім. Сосын варикозым шығып жүрді қатты. Сосын иммунитетім төмендеп кетіп, бас айналу, сондай жағдайларым болды. Сол мәселесінде мен өзімнен бірінші өнімді алып қабылдадым. Сөйтіп, бір апта көлемінде мен нәтиже көрдім. Қандай нәтиже көрдіңіз? Көргенде менің қуығыма мен пластырлерін қабылдадым. Жабыстырдыңыз да? Жабыстырып қабылдадым. Табаныма жабыстырдым. Сосын мынау жүзге неме жабыстырдым. Сөйтіп, содан бір аптаның көлемінде мен нәтиже көрдім. Женский ғана трубкаңыздың үстіне жабыстырдыңыз ба? Иә, женский трубка. Сосын бүйрегімде арасында бір шаншып, сөйтіп ауыратын жағдайы бар еді. Сосын бүйрегіме де мен соны қабылдап қойдым, пластырды. Оны да қабылдап жүргенімде, сөйтіп мен үлкен неге барғанымда, кіші дәріге барғанымда кәдімгі бір заттар түскендей болды. Қанша уақыт пайдаланған кейін ондай заттар түсті? Сол 1,7-ден кейін. Күміс судан кейін, пластыр мен күміс судан. Пластыр, күміс су, одан кейін барып, магний су. Бір аптадан кейін уже тас түсе бастады. Содан бастады. Сосын жаңағы сисит болып жүрген кезімде бір 7 күн ішінде бір кров сияқты бір нәрсе көрдім, выделение. Сосын ойбай, бұл выделение не үшін келіп жатыр, мен менструациям қайтып басталды ма деген ой болды. Сөйтсем, ол солай тазалап, солай очищать етті екен. Тас түскеннен болды да? Содан бері қарай мен қазір қуық ауруын, жаңағы бүйрек ауруын, сосын варикозыма да қойған едім. Варикозым да өз жайына, өз орнына түсті. Қатты ауырып жүрген еді. Сосын басымда жаңағы нені ішкенімде ішіп жүрдім, күнде ішіп жүрдім, стаканға колпачогымен қойып, жаңағы шай орнына да, не орнына да оттап-ұрттап өзім ішіп жүрдім. Соның арқасында қазір басым ауырғаны да өте күшті, өте менде бір күш пайда болды. Магний судан кейін басыңыздың ауырғанын қойды, иә? Қойды. И күш пайда болды. Настроениеңіз көтеріліп қалды ма?